Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай жаздық әдемі дайын орамалымызды тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай мата керек. Мына мата жаздық мата, өте жұқа, салмағы жоқ әдемі мата. Қатты созылмайды, мүлдем созылмайды. Бұның арқасында резинка болғандықтан бізге оның матаның созылуының қажеті жоқ. Енді матамыз осылай екі бүктеп аламыз. Матаны екі бүктейміз. Және де ұзындығы 40 сантиметр болу керек. Мына. Ал ені 29 сантиметр болу керек. Мына. Енді біз бұны екі бүктеп алдық та, енді бастың доғасын жасаймыз. Бірінші ол үшін 10 сантиметр астынан аламыз осылай. Мына 10 сантиметр 29, яғни ұзындығы 29 сантиметр бүктегенде ені 10 сантиметр қылып алдық. Бұны қойып қоямыз, қазір қырқатын боламыз. Бұл маңдай жағымыз. Одан кейін мынау жоғарғы жағы, яғни төбе жағымыз, біз осындай доға жасап аламыз. Ол үшін мына жағы 30 сантиметр болды. Міне жалпы 40 сантиметр еді ғой. Біз оның 10 сантиметрін алдық. Енді мына жағында 30 сантиметр қалды. 30 сантиметрдің міне жоғарғы жақтан 16 сантиметрін белгілеп аламыз. Тура солай мына жағынан да 16 сантиметрін белгілеп аламыз. Мына жақтан белгілеудің негізі қажеті жоқ. Мына жақтан белгілеп алсақ та болады. Осылай белгілеп аламыз. Одан кейін мына жерден, жаңағы екі белгілеген жерден осылай 27 сантиметр белгілейміз да. Мына жерде тура екеуінің турайын осылай белгілеп қоямыз. Яғни мына жақтан 27 сантиметр, ал бұлай 16 сантиметр. Екеуінің кездескен жерін осылай туралап қойдық. Жоғарғы жағынан 4 сантиметр осылай белгілеп қоямыз. Енді осының барлығын бірге қосатын боламыз. Мына жағына тиіспейміз. Бұл жаңа бөлек жағы деп айттым. Бұны біз бөлек тігетін боламыз. Ал мына осы жерден бөлек, бұлай қарай біз осы нүктелерді бір-бірімен қосамыз. Мына жаңағы 16 мен 27-ның қиылысқан жері. Осылай қосамыз. Ары қарай кете береміз де. Және 4 сантиметрдегі нүктеге апарамыз. Осылай. Сол кезде бізде осындай доғамыз шықты. Енді біз бұны қайшымен әдемілеп қырқамыз. Яғни маңдай жағын бөлек қырқамыз. Матамызды ашатын болсақ, бізде осындай доға пайда болды. Домалақтың жартысы пайда болды, және мынау маңдай жағы пайда болды. Бізге тағы да резинкаға мата керек, және резинка керек. Және резинкамыз 6 сантиметр, ені 2 сантиметр, ұзындығы 6 сантиметр резинка, және мынау кішкентай осы резинканың сыртынан қойылатын матамыз ұзындығы 12 сантиметр, ені 5 сантиметр деймін. 5-6 сантиметр болса болады. Яғни мына резинкамыздың өзі ішіне сыйса болды. Жобамызды бастаймыз. Біз бірінші кезекте негізгі бөлігімізді аламыз. Және де шет-шетін мата сөтілмейтін болса, ештеңе қылмайды, бірақ сөтілетін болса, біз шет-шетін оверлокпен немесе зигзагпен тігіп аламыз. Шет-шетін айналдырып, мына шетін тігіп аламыз. Және де оны осылай қайырып, ішіне резинка сиятындай қылып, бұл мына резинка емес, бізге тағы да ені 1 сантиметрлік кішкентай резинка керек болады. Сол резинка сиятындай етіп, мына шетін осылай айналдырып тігіп шығамыз. Шет-шетін зигзагпен тігіп шықтым. Мынандай қылып, және үтікпен бастым, қайырып, өйткені қазір арасына резинка кіреді. 1 сантиметр ені 1 сантиметр резинка кіреді. Сол үшін мен былайнан үтікпен басып шықтым. Егер матаңыз үтікпен басылмайтындай мата болатын болса, онда инемен қадап шықсаңыз болады. Және осыны осылай шетінен қайырып тігіп шығамыз машинкамен.
шет-шеттерін тігіп келдім. Осылай бірінші жаңағы зигзагпен, одан кейін осылай бір қайтарып тігіп келдім. Енді ұзындығы 13 сантиметрлік осындай ені 1 сантиметрлік резинканы аламыз да, осылай түйрегішке өткізіп, осы жаңағы тіккен жерімізге кіргіземіз. Резинканы өткізіп шықтым. Енді мына жерін резинкасын сәл ғана сыртқа шығарып, ішіне кіріп кетпес үшін осы жерден машинкамен тігіп шығам. Мына жағында солай істеймін, сәл ғана сыртқа шығарып, машинкамен тігіп шығам. Осылай шетін резинкасын сәл шығарып, ішіне кіріп кетпейтіндей қылып тігемін. Екі шетін тігіп шықтым, басып. Енді резинкамыз шықпайды. Енді мынау маңдай жағындағы бөлігін қосып шығуымыз керек. Ол үшін мынау резинканың бір шетіне матамызды теріс қаратып, осылай сәл ғана сыртына шығарамыз да инемен қадап шығамыз. Бірден тік кете берсеңіз де болады, бірақ кішкене түзу болсын десеңіз, осылай қадап шыққан дұрыс. Болдық. Енді осыны машинкамен бастырып тігіп шығамыз шет-шетінен. Осылай бастырып тігіп шығамыз. Және мына аяқ жағына келдік. Бұл жағын қайырамыз. Жаңа бас жағында сәл қайра салуымыз керек. Бірақ артығымен алдық, оны да қайырға болады. Енді осы жерін қайырып тігеміз сәл. Резинкасын бірге қосып тігіп шықтық. Артық жіптерін бәрін алып тастаймыз. Бір жағын тігіп келдім. Мына жерін қайтарып, мына былайынан кішкене қайтарып тіктім. Мына жағында солай қайтаруымыз керек. Былайынан мына жақта мен орын ұмытып кетіппін, орын қалдырмай. Енді осыны да қайтаруға болады, осылай. Және осылай сыртынан шамалына шетінен қайтарамыз, шетінен де, екі шетінен де қайтарамыз. Яғни мына жағынан да осылай қайтарып, тіккен бағанағы тігістің үстінен тігіп шығамыз тағы да. Яғни шамал қайтарамыз, үстінен жабамыз. Және осылай айналдырып, бірінші инені қадап аламыз бағанағыдай. Оңай болу үшін, сосын ары қарай тағы да тігіп шығамыз. Инемен осылай қадап шықтым. Енді үстінен басып тігіп шығам. Инелерін алып отырамыз бірден. Шетіне жақындап тігеміз, және екі бетінде қарап отырамыз. Тігістің бетін жауып отырамыз. Тігіп шықтым. Айналдырып. Енді мынау арқасын қосуымыз керек болады. Мына жерін. Ол үшін бірінші мынау кішкентай матамыздың бөлігін теріс қаратып, осылай тігіп шығамыз. Мына шетінен тігіп шығамыз да, және аударамыз бергі бетіне. Тігіп оң қараттым, және ортасынан осылай түкпен басып келдім. Енді ішіне резинканы кіргіземіз. Енді осы резинканы мына
орамалымыздың екі шетін қосып шығамыз резинкамызбен. Яғни матаның ұшын ұстаймыз, бір ұшын шамалы резинкасымен бірге қосып ұстаймыз. Осылай, және мына бағанаға тіккен тесікке осылай кіргіземіз де. Шетіне жақындатып осылайынан. Және үстіне үтікпен басып тігіп шығамыз. Осылай. Осылай шетінен үстіне басып, мына жақтарында әдемілеп тігіп шығамыз. Бірінші жағын тігіп болдым, міне енді екінші жағын тігіп жатырмын. Міне екі жағына тігіп болдым резинканы. Орамалымыздың артқы жағы осындай болды, мына жер созылады. Мынау алдыңғы жағы. Енді арқасына мына жеріне гүл тігетін боламыз. Біз гүліне осындай 3 мата аламыз. 3 бөлік. Бұның гүлінің размерін өзіңіз білесіз, қандай қылсаңыз да. Үлкендеу қылсаңыз әдемі болады. Менде енді қалған матама жасайтын болдым гүлді. Менде қатты үлкен емес мата. Осындай 3 түрлі мата, 3 бірдей мата. Шамамен ұзындығы 20, ені 14 сантиметр. Бірақ мен бұл матаны гүлді бұлайнан емес, бұлайнан жинайтын болам. Мынау сияқты. Ортасына мына гүл мына жерге тігіледі, мысалы, 3 түрлі. Сондықтан аның желке жағы сәл ашылып қалады. Сондықтан мен бұл жерде гүлді сәл мынаның осылайынан қоямын да, ұзыннан. Ал қалған екі жағына осылай енінен қоя салам. Сол кезде мынаны жабатын болады. Мынаны осылай қойсам, мына ортаны жабатын қылып осылай қойсам, және мына осысын тура мынандай қылып жасайм. Тігісімізді қатайту үшін машинкамен сәл-сәл былай айналдырып басып шықсақ болады, үшеуін. Немесе бірден машинкамен осы орамалымызға тіксек те болады. Яғни орындары екі кішкентайды екі шетіне қоям, және бір ұзынын ортасына қоям. Матаңыз егер үлкендеу болып қалып жатса, үшеуін бірдей қылып үлкендеу қылып жасасаңыз болады. Және осылай бір-біріне жақындатам, және мына ұштарын қосып тігем.
Орамалымыз дайын болды. Алдым. Жаны және арқасы. Егер гүлдеріңіз осылай ыңғайсыз болып тұратын болса, мынау сияқты, яғни мынаның шетін, мынандай шығып тұрған жерін осылай қосып, іліп қойсақ болады. Мынау сияқты. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Мына шығып тұрған жерлердің бәрін негізі қосып іліп қоямыз. Және де мына ортасына жіптер көрініп тұрған жерге моншақ немесе тас жабыстырып қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Ал ондай болса сіздерге сәттілік тілеймін. Тігіп көріңіздер. Қолдарыңыздан келеді деп сенемін.